Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы кішкентай тігінші. Бүгінгі сабақта жоспарлы әрекетіңді ауызша не жазбаша ретімен баяндауды үйренесің. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Жіп, қайшы, түйме, ине. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Бірінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, мағыналық өзгешелігі мен ұқсастығын тап. Оқушылар, берілген кестенің бірінші бағанына назар аударайық. Мен енді түйме қадағалы жатырмын. Анам ертең көйлекті тіккелі жатыр. Оқушылар, етістіктердің жасалу жолына назар аударайық. Қадағалы жатырмын, тіккелі жатыр. Етістіктің түбіріне ғалы, келі жұрнақтары жалғанған және көмекші етістіктер тіркесіп жазылып тұр. Кестенің екінші бағанына назар аударайық. Мен енді түйме қадаймын. Анам ертең көйлек тігеді. Етістіктің түбіріне қысқа е жұрнақтары жалғанған. Оқушылар, сөйлемдердің өзгешелігі жалғанған жұрнақтарында, ал ұқсастықтары екі сөйлемде алдағы уақытта болатын іс-қимылды білдіреді. Есте сақтайық. Оқушылар, берілген кестеге назар аударайық. Кестенің бірінші бағанында бару, келу, шығу, тігу етістіктері жазылған. Енді осы етістіктерді алдағы уақытта болатын іс-қимылды білдіретін етістіктерге айналдыру үшін ғалы келі, қалы келі жұрнақтарын жалғаймыз. Мысалы, етістіктің негізгі түбіріне ғалы келі, қалы келі жұрнақтарын жалғап, көмекші етістікпен тіркестіріп жазамыз. Мысалы, барғалы жатырмын, келгелі жатырмын, шыққалы жатырмын, тіккелі жатырмын. Оқушылар, етістіктің негізгі түбіріне жұрнақтар жалғанады да, көмекші етістікке жіктік жалғауы жалғанады. Сен барғалы жатырсың, сіз барғалы жатырсыз, ол барғалы жатыр. Екінші тапсырма. Жақшаны ашып жаз. Оқушылар, берілген кестені пайдаланып, тұйық етістіктерді алдағы уақытта болатын іс-қимылды білдіретін етістіктерге айналдырып жазамыз. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Орындаған тапсырмамызды бірге тексерейік. Сен матаны қиғалы жатырсың. Ол көйлекке түйме қадағалы жатыр. Сіз үлгіні қиғалы жатырсыз. Мен матаны үтіктегелі жатырмын. Сен көйлекті жуғалы жатырсың. Ол көк түсті жіп іздегелі жатыр. Мен мата дүкеніне барғалы жатырмын. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Мәтінді түсініп оқы. Қуыршағыңа көйлек тігіп бер. Әрбір әрекетіңді мұғалімге айтып отыр. Мен қуыршаққа жылы көйлек тіккелі жатырмын. Ақ қағаздан үлгі қиып аламын. Үлгі қағаздың биіктігі 14 сантиметр, ені 16 сантиметр. Қағазды екіге бүктеймін. Сонда оның ені 8 сантиметр болады. Енді суретке қарап, үлгіні қиып аламын. Үлгіні матаның үстіне қойып қиямын. Үлгі бойынша 2 дана дайындаймын. Көйлектің 2 бетін беттестіремін. Көйлектің 2 жанын және иығын қосып тігемін. Міне, көйлек дайын болды. Оқушылар, үлгіге қарап, әрбір әрекетіңді айтып көр. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін.
Жауабымызды бірге тексерейік. Апай, мен қуыршаққа көйлек тіккелі жатырмын. Ақ қағаздан үлгі қиғалы жатырмын. Қағазды екіге бүктегелі жатырмын. Суретке қарап, үлгіні қиғалы жатырмын. Үлгіні матаның үстіне қойып, қиғалы жатырмын. Үлгі бойынша 2 дана дайындағалы жатырмын. Көйлектің 2 бетін беттестіргелі жатырмын. Көйлектің 2 жанын және иығын қосып тіккелі жатырмын. Міне, көйлек дайын болғалы жатыр. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жоспарлы әрекетіңді ауызша және жазбаша ретімен баяндауды үйрендің. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма 13-ші беттегі 4-ші тапсырма. Тігінші немен жұмыс істейді? Жауабын жаз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.